Сәлем достар! Бүгін ерекше тәтті қытырлақ рогалик печеньесін пісіреміз. Менің ең сүйікті печеньем деуге болады. Дайындалуы өте оп-оңай. Електен өткізілген ұнға қант, тұз, қамыр қопсытқыш және май қосып, ұнға аунатып отырып үкіштен өткіземіз. Май қатты мұздай болу керек емес. Сәл салқындау болса болады, немесе бөлме температурасында тұрған жұмсақтау болса да болады. Жұмсақ болса үкіштен өткізбей, ұнға салып, қолмен ақ араластырып, майлы ұнтақ жасауға болады. Міне осындай болуы керек. Енді қаймақ, жұмыртқа, ақуыз, сұйық май, алма сіркесін қосып, қасықпен араластырып, содан кейін қолмен қамыр илейміз. Міне осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын әдемі қамыр болады. Оны енді 40-45 граммнан бөліп домалақтап аламыз. Әр домалақты оқтаумен жұқа етіп, жайып, шетіне вареная сгущенкамызды салып, видеода көрсетілгендей рогалик формасына келтіреміз. Қамырды жаю үшін дастарханға ұн сеуіп немесе май жағып керек емес. Қамыр өзі майлы болғандықтан дастарханға жабыспайды. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешімізде 20-25 минут беті қызарғанша пісіреміз. Пештен шығара салып, ыстық күйінде бетіне қантты ұнтақ сеуіп шығамыз. Ыстық кезде емес, суып қалған кезде сепсеңіз, қантты ұнтақ жабыспай, бетінен түсіп қала беретін болады. Сол үшін міндетті түрде ыстық күйінде қантты ұнтақ себеміз. Міне осындай өте қытырлақ, ерекше тәтті болады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ал видеом ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп алыңыз. Ас болсын!